Сәлем достар, сенімен бүгін Райка және бүгінгі видеода мен сіздерге ауылға қалай барамыз, не істеймін ол үшін. Мен предыдущий видеода қыз суретін көрсетіп қоямын. Міне осы предыдущий видеода да мен образ ұмытып қалдым, мен сіздерге ауылға қандай киім алатынымды көрсеттім. Міне, и енді ауылға барамыз. Қазір сағат 11 и таңғы 3-те кездесеміз достар. Достар, міне сағат қазір 3:33 кетті, сондықтан біз тұрдық. Фонарик жағып тұрмын. Міне біздің түнгі қаламыз. Достар, енді мен қазір сіздерге киінемін, барлық уход деген жасаймын да сіздерге келемін. Достар, міне мен киініп алдым. Қазір түн ғой, или таң. И түнде болу керек. Салқын. Сондықтан мен осындай жилет. Сосын ана өзімнің немді. Сосын осындай немді. И осындай аяқ киім. В принципе, кепка. Идем. Әдемі бізді город. И біз қазір дайындап жатырық. Дайынбыз, қазір киімдерді шығарамыз да машинада кездесеміз достар. Достар, бізде тоқтадық, және қазір чай ішіп аламыз, тамақ жеп аламыз. И ары қарай сапарға шығамыз. Өте әдемі, қараңыздар. Ана жақта заброшкалар бар. Және білмеймін, мен өзі фото алып салам ба, себебі здесь настолько красиво. И бүгін погода жақсы болады деп ойлаймын, себебі мен өзімнің ағаммен, тәтеммен мүмкін шомылуға барамын бүгін. Міне таңертең өте салқын екен, как күз сияқтандай деген түтін шығады аузынан. Міне, давайте пройдемся сіздермен. Күшті. Өте салқын, мен жаман тоң қалдым. Осы айтқан, таңертең холодно, типа кешке жылы ыстық деді. Кашкалар бағана сіздер көрген дегендей жылқылар болды. Жылқылар жүгіріп. Аяғым үйіп қалды ғой, машинада отырып. Енді Баршын деген ауылға бір сағат қалды. Сосын келеміз. Ура! Мен вообще ұйықтамадым, мен білесіздер ма, мен сағат 1-де или 2-де ұйықтадым.
Сосын 3:30-да тұрдым. Міне, содан бері ұйықтамадым. Сосын сапарға шыққанда мен по-моему 5-те ұйықтадым и 7-де тұрдым. Қазір сағат 7-ден 40 кеткен шығар. Міне достар. Қазір біз кішкентай мини пикник жасаймыз. Өте ұнайды қалай неткен жерін жүрген. Қалың носки киіп алдым. Соққан, прям капец. Тоңып қалдым. Жаман суық. Так что кім Баршынға барады или какой-то ауылға барады, ол жерде всегда таңертең суық болады. Сондықтан куртка алып алыңыздар. Сразу. Қалың. Міне достар. Қазір біз тамақ шығамыз да сапарға аттанамыз. Көріскенше. Достар, міне біз тамақ ішіп, чай ішіп болдық, және қазір біз сапарға аттанамыз, және сіздерге оның бәрін көрсетемін. Және 1 сағат қалды машинадан алуға, сондықтан жолды сіздерге көрсетемін. Достар, міне біз келдік Баршын ауылына. И міне. Так, мен қазір өзім келіп подъездқа келдірдім. Барлығымен таныстым. Сағат 10-нан 10 кетті. Міне ауыл. 10 үй шығар, наверное. Или 15, или одан да. Қазір маған пляжды, мосты барлығын көрсетеді. Экскурсия. Достар, міне мен үйге келдім, уже шаршадым очень. И қазір біз осындай аты қалай еді? PlayStation дрочить етеміз, короче. Робот какой-то, мой дом деген. FIFA ма? Детройт. Достар, міне сағат бізде қазір сағат 2-де 2:30. Жоқ, сағат 3 болды уже. Сағат күн өте ыстық. Міне. Қазір біз купаться етеміз. Осындай не киіп алдым. Пляжный көйлек и ішінде купальник и орамал. Міне. Кеттік достар, сіз көрсетем Қастриға озераны.
Достар біз шомылып болдық, міне. Міне, так что қайтамыз, достар. Қайтамыз. Үйге қайтамыз, сосын мектепке барамыз, осы ауылдың. Сол жерде Wi-Fi көп ұстайды. Сосын кішкентай балалармен және мен ағаммен Майнкрафт ойнаймыз. Но это обычный ойын. Білесіздер. Так что достар, мүмкін де көрсетпейтін шығармын. Судан шықтық, су, загорели, короче, жаттық. И енді үйге қайтамыз. Достар, міне қазір сағат бізде уже 12. Мен көбісін түсінбедім. Уақыт бойынша не получалось. И міне. Достар, уже таң аттым. Сағат қазір 11. Сондықтан міне. Бүгін біз кетеміз қазір. Тамақ жейміз, кетеміз. Уже бір күн өтті почти. На бізді не? Достар, міне мен қаладамын и мен қалаға келдім. Міне мен ағазағым үйіне бара жатырмын. Соқтан осы мен влогты мен арнама подписаться етіп, лайк басып кетіңіздер. Всем пока.